Мына Range Rover'дің 4x4 Jaguar мотордың белгілерін көрсетіп кетейін. Егерде арнайы кілттерің болмаса, негізінде бұда тур астында, поддонда, осы ортасында маховик жағында датчик коленваланы алып тастайсыңдар. Бір темір болады өзі арнайы. Соны тық қоясыңдар, фиксация болады. Мына коленвал ары бері қимылдамайтын болады. Ал енді ВМТ-сы бұлардікі, ВМТ деген верхний мертвая точка поршень есептейді ғой, ең жоғары көтерілген моментінде сол кезді. Ал бұларда мына V8-дерде кейбір машиналарда ВМТ-мен қойылса, кейбір машиналарда мынау Мерседестер, мыналар, Jaguar моторлар поршень екеуі, мына екеуі бір биіктікте болу керек. Ол деген сөз міне. Мына жерде қазір мен көрсетіп кетейін. 18-де 32 дейді. Так. Мына жағы енді жобалап так. Қазір әке. Так. Енді жобалап қалай көрсетіп кетсем, берді нагар, пагар, мына да Қытайдікі қолмақ кірді. 18-де 3 деп тұр. 18-де 3. Так, мына. Көрсетіп кетейін. Жобалап бірдей болу керек деген бұл. Плюс, минус. Қазір маяқта. Мына жақ 18 көрсетіп тұр міне. Мына жақ 18 болса, мына жақ. Мына жақ былай. Қазір мына кішкене қысып болмасам, ыңғайсыз болады. Мыналарда мешеде тұр, бір қолмен ыңғайсыз болады. 18-де 18 көрсетіп тұр. Енді плюс минус. Енді бұл айтқанда 18-де 1 ғой. Жобалап ше. 18 миллиметрде 1 сотық болады ма сол кезде. Енді жобалап айтқанда екі поршын бір биіктікте болу керек. Сол кезде мына шпонка тұр ғой мына жерде міне. Бұлардың мына коленвалдың шкив коленвалда шпонка болмайды. Белгілері де болмайды. Тек қана мына газды бөліп беретін қозғалғыш ГРМ-де шпонка болады. Өйткені ол ГРМ немен болады. Шпонка да болады. VVTi муфталарда шпонка болмайды. Мынау астында коленвалда шпонкамен тұрады міне. Туры шпонка туры мына осылай қарап тұру керек төмен. Міне осылай қоясыңдар ғой. Ал енді распредвалға келетін болсақ, распредвалда оның өзінің арнайы кілттері болады. Так, қазір мен енді распредвал жобалап көрсетіп кетейін. Мынау шопыр жақтан қарағанда бұл сол жағындағы бас болып есептеледі, головка. Ал енді қарама-қарсы тұрсаң, ол оң жағындағы бас. Енді оң жағындағы басты көрсетіп кетейін. Қазір қарама-қарсы оң жағында тұр ғой, шопыр жақтан негізі сол жақтан есептеген кезде бұл сол жағындағы бас. Сол үшін L деп қойдық қой, левый деп. Енді бұл жерде қараңдар. Бұл жерде жұдырыққа қарайсыңдар. Кейбір мынандай мынаған қойылады ғой негізінде. Мына тегістігіне қойылады. Кейбір жерінде мыналардан тегіс мынандай неме жасап қойған. Мынаған қоймайсыңдар. Мына тегістікке ше. Өйткені жұдырық дұрыс тұрған жоқ бұл жерде міне. Жұдырық мына жағына тұру керек міне. Сол жағымызда былай қарап тұру керек. Бұл деген сөз былай айланып тұр. Қазір бұл ауаны кіргізіп болды. Өйткені былайынан айланды ол сағат бойынша. Мынау былай қараған кезде былай айланады ғой бұл қазір. Қалай түсіндірсем екен. Ысып кетті күнге, қол сатқызбайды. Жұдырығы былай тұру керек міне осылай. Мынаның астында, мынаның астында мынандай қоятын арнайы кілт жоқ. Ондай сызығы жоқ, былай айтқан мынандай кесілген жер ше.
жұдырыққа қарайсыңдар ғой. Короче, мынау жұдырығымыз былай қарап тұр, аспанға қарай, мынау төмен қарап тұр. И сол кезде мына жерге бір арнайы кілт жасап алсаңдар болады. Негізі бұл бәрі сатылады. Ол именно осы мына Range Roverмен айланыссаң, сол кезде сатып алуға болады да, өзі арнайы специфик инструмент ше. Немеді шаблондарды. А так енді анда-санда кіретін бұндай ремонтқа машинаға үшін алмайсыңдар арнайы кілттерді ше. Міне өйстіп мынандай бір қолдан жасауға болады. Мынаны тегістігіне қоясыңдар. Мына жерге жаңағы арнайы жасаған кілттерді қысып тастайсыңдар. Сосын қараңдар, мынаны босатсаңдар, мынарда шпонка болмайды, мұны айлана береді. Бұны жаңағыдей шынжырды салып болғаннан кейін қысып тастайсыңдар кейін. Мына қысып тұрады. Жаңағыдей арнайы кілт. Ары бері айланбайтындай тұрады да. Сол кезде мынаны тартып тастайсыңдар. Ал енді мына жағына келетін болсақ, жаңағы шынжырды салып боласыңдар, муфталарыңды босатып тастайсыңдар болттарын. Бұл оң басы. Шопыр жақтан есептеген кезде мына правый деп қойдық қой міне. Мыналарын босатып тастайсыңдар да, мынаны фиксация қылып қоясыңдар, жаңағыдей арнайы бір кілт жасайсыңдар да. Мынаның плоскосына. Не кім қайшы кетті. Міне мына тегіс жату керек та былайынан, тегіс жату керек былайынан. Осылай тегіс жату керек, осыдан бір қолдан бір арнайы кілт жасау керек. Мен де сол кілт жасайтын жарым. Өйткені бұл отстрел береді да, стакандары киілгеннен кейін бұл айландырып әкетсең, пружина итеріп жіберіп отырады да, бұрында тұрмайды. Сондықтан бұны фиксация қылып қоямыз былай. Бұның жұдырықтары міне бірін-біріне қарап тұр. Жұдырыққа міндетті түрде қарау керек та. Өйткені мынаның астында да тур осындай кесілген мынандай плоскости бар мына. Мынаның астында да бар қазір. Қазір көрсетіп кетейін. Бір қолмен ыңғайсыз бәрі, қазір пауза қоямын. Шатасып кетпеу үшін көрдіңдер ме? Мына жағында да мынандай кесілген, арнайы кесілген жері бар. Мынада да кесілген жері. Сол үшін мынаны бит былайынан қойып қоймаңдар ма? Мына өзі бірақ кесілгенде кішкентай көрдің бе? Көрдіңдер ме? Так, мынау негізінде мынау ұзын тұрған кесілген дейді. Өзі арнайы сол жаңағы инструментке кесілген ғой. Мына түтінде жоқ ондай. Түтінде осы ұзылған былай тұрады не. Жұдырық бір-біріне қарап тұрады. Сол кезде мына бәрін жинап болғаннан кейін, тартып болғаннан кейін, бір осындай плоскостьпен бүйтіп қысып тастайсыңдар бұны, мынандай тегістікпен осындай тегіс қып. Мыналарды босатып тастайсыңдар, шынжырды кигізіп, жаңағы itергішті отстрел бересіңдер, олар тартып тұрады, керіп тұрады шынжырды. Сосын барып мынаны тартасыңдар да, бәрін жасап болғаннан кейін жаңағы арнайы кілттерді алып тастайсыңдар да, сосын болды, меткасы қойылады, осылай қойылады меткасы. Меткасын өйстіп қойсаңдар болады.